халыққа ортақ бір мәселе туындаған кезде осы 600 НПО қайда? Мен көрмедім өзімнің тәжірибемде. Сын бағдарламасы болып кетпес азаматтың. Қаншалықты өзгерді? Үкіметтік емес ұйымды ашсам, ақшаның астында қалам деген. 1,000,000% келсем, Фейсбукта қоғамдық қордың атына бірдеме жазды, ол белсенділік па? Армысыздар, Қозға подкастының кезекті түсірілімін бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз үкіметтік емес ұйымдар. Жалпы өңірдегі қоғамдық қорлар, бірлестіктердің жұмыстары, олардың жетістіктері, кемшіліктері бағытында әңгімелесетін боламыз. Осы саладан хабар бар, осы саланы жіті меңгерген деген екі қонағымыз бар. Олар Атырау облыстық ішкі саясат басқармасына қарасты азаматтық орталық басшысының орынбасары Қарапеденов Фархат Ғалымұлы және де үкіметтік емес ұйым саласының менеджері Мерей Ануарбеков. Қош келдіңіздер. Рахмет. Алғашқы сауалым екеуіңізге ортақ. Жалпы үкіметтік емес ұйымдардың миссиясы не? Мерей. Енді біз үкіметтік емес ұйымдар, МПО деп айта береміз ғой, енді фондтарда осы жылда жалпы 7-8 жыл осы салада келем. Әр уақытта, әр кезекте миссиясын, түсінігі өзгеше болды. Қазіргі таңда бір ең дұрыс түсінікке жеткен сияқты боламын. Сол өңірдегі алып келгенде өзіңе қатысты, өзіңе жан табатын бір әлеуметтік проблеманы қозғап, оны көтеріп, оны шешуге атсалысу. Жан-жақты уақытта бір тұрақтылық деп келдік, общий бір мүддені көтеру деп келдік, бірақ айналып келгенде сол неден бастадық, сол айналып келдік, бір өңірдегі бір мәселені, өзекті бір мәселені шешуге атсалысу. Фархат? Енді үкіметтік емес ұйымның миссиясы жалпы азаматтық позицияны ұстану ғой, ең бірінші. Енді біздер заң күшімен айтатын болсақ, коммерциялық емес ұйымдардың заңында ол нақты көрсетілген, пайда табуды мақсат етпейтін деген жақсы сөз бар. Яғни ол жерде негізгі мақсаты пайда табу емес, өзінің азаматтық ұстанымы, көтерген мәселені аяғына дейін жеткіземін деген, өзінің позициясын аяғына дейін жеткіземін деген ұйымдар ғой. Сол қысқа нақты түрде жауап беретін болсақ. Мерей, жаңа әр кезеңде әртүрлі мағына беріп келеді дегенді қалай түсінуге болады? Сонда бұл бастапқы жылдары басқаша болды ма? Қалай? Басқаша болғанда жаңағыдай Фархат айтып кеткендей, енді әркімнің өзі мына салаға келу жолы әртүрлі. Біреуге жаңағы мен өзім мына салаға келгенде халықаралық жобаға шақырған болатын. Ол кезде жұмыс ретінде қарадық та. И бұл халықаралық фондтармен жұмыс істеу бір ақша табу деген. Ақша табу жолы, то есть как жұмыс ретінде қарайсың. Жұмыс ретінде өңірге проекттер алып келесіз, проекттер обязательно бір міндетті түрде бір қаржыландыру керек. Ол кезде қатты бір қандай бір мәселе шешіп жатырмын деген ой болған жоқ. И ең бастысы, мына жерде өңірге ақша келіп жатыр, халықаралық деңгейде жоба ұйымдастырылып жатыр. Ол қандай мөлшерде, қандай деңгейде ол мәселені шешіп жатыр ма? Шешіп жатқан жоқ па? Ол қатты оймен басқа тұрған кездер ол бастапқыда сол уақытта. Содан кейін жаңағы тұрақтылықты ойлайсың. Жаңағы бастап жатырмын, қаржы бітеді ғой енді. Басталады, любой әлеуметтік жобаның басы бар, арты бар. Енді сол тұрақтылықты ойлайсың. Онда да проблеманы қатты қозғамайтын уақыттар болды. Не болса да сол бір деңгейде тұрып қалу керексің деген қатты мазалайтын сұрақтар болды. Содан кейін ғана үшінші этап деп ойлайыншы да өмірімнің өзімнің осы МПО саласында жүрген кезінде. Ол жаңағы тұрақтылықты ойлау, ойдан кейін тұрақтылық ең бастысы бір мәселені, қандай деңгейде әр жобаның артында адам тұрғанын түсіне бастайсың. Ол просто жоба емес, жобаны істеу керек емес, әр жобаның астында бір адам тұр, бір адам тағдыры тұр. Ол жастарды оқыту болсын, ол экологияны көгалдандыру жобасы болсын, әр жобаның бірде бір адамның тағдыры тұр. Соны ойлай бастап келгенде ғана миссиясы өмірдің мәні осы екен ғой. Осы үшін салада осы үшін жүр екен ғой деген сұраққа жауап тапқандай болып келесің. Бұл сұраққа жауап табуға қанша уақыт кетті өзіңе? Менде 7-8 жыл кетті. Әркімде әртүрлі да. Біреулер сол миссиямен бастайды. Бастайды сол миссиямен. Біреулер ол миссиямен жаңа айтқандай менің тәжірибемде келеді, жұмыс ретінде қарай бастайды. Содан кейін ғана бастап түсіне бастайды. Бірақ әркімнің өз жолы мына жерде. Мен өзіме... Бірақ өзің басында қаржы ретінде келдің. Жұмыс ретінде. Жұмыс ретінде. Ақша табу, табыс көзі. Жұмыс ретінде себебі енді
бастап тұрған, жұмыс істеп тұрған қор болғасын, жұмыс істеп тұрған проект болғасын, солай бастап келдім. И ары қарай қандай неге баста артқан жоқ болса. Главное есть, жұмысқа любой шақырады ғой, жұмысқа 8 сағаттың жұмысы бар, 10 сағаттың жұмысы бар, солай бастап келген. Қазір басқаша. Толық түсінуге 7-8 жыл толық түсінуге әр кезде жайлап өзгере берсін айттым ғой, сол толық осы орным осы екен ғой, осы екен ғой миссиям. Қор жұмыс істеп жатқан мекемемнің миссиясы осы екен ғой деген сол оңай уақыт кетті. Ол 7-8 жыл бұрын да осы сол қазіргі НПО-дасыз ба, үкіметтік емес ұйымдасыз ба, әлде басқа ол? Ауыстырдық. Өзіміз бірлесіп құрған қордамыз қазір. Бірақ әрқайсысында да жаңағы қордың құрған басында жүрген адамдардың қасында жақын болғанымыз себепті сезіндік қой проблеманы. Бірақ ішіне кірмегесін, нақты түсінбегесін, жетістіктерді нақты сезінбегесін қиын болды баға беру қаншалықты. Бірақ НПО-лар ауысып отырды жұмыс істеген, бірге серіктес болып жұмыс істеген НПО-лар. Үкіметтік емес ұйым туралы өзім осы салаға келген жылдардан бастап естіп біліп жүрміз ғой, бірақ нақты немен айналысатынын түсінбейміз, иә. Кеше әлеуметтік желіге өзімнің жаңағы қолдау жоба арқылы 2 миллион теңге ұтып алдым деп әзілдеп әрі астарлап салғанмын. Сол кезде менің жекеме көп адам жазып жатыр да, үкіметтік емес ұйым деген не деп. Сонда әлі халық, қоғам жалпы түсінбейді ол үкіметтік емес ұйымның не екен. Бұл қалыпты ма түсінбеу, әлі күнге дейін түсінбеу? Жалпы ол жерде айтып кететін болсақ, үкіметтік емес ұйым дегенде түсінбеуі мүмкін, бірақ та қазірдің халықтың түсінігінде қоғамдық қор немесе қоғамдық бірлестік дегенде ол бірден есіне түсуі мүмкін. Ал бұл қоғамдық бірлестіктер, қорлар, заңды тұлғалар бірлестігі деген секілді барлығын ол үкіметтік емес ұйым, яғни коммерциялық емес ұйымдар деп айтамыз. Но бірақ жеке-жеке нысанына қарай айтсақ, ол халыққа бәрі белгілі, себебі қарапайым республикалық қорлар бар, қарекет қоры деген секілді, олар күнделікті әр адам өзінің банағы қайырымдылығын жасау үшін апта сайын әртүрлі қорларға, мысалы Каспи арқылы қорларға садақаларын аударып отыр деген секілді, көмектерін жіберіп отыр деген секілді. Сіз қор мен нысанмен айтсаңыз, ол бірден түсіну мүмкін. Ал үкіметтік емес ұйым деп бір заңдылық тұрғыдан түсіндіретін болса, халық оны түсінбеуі мүмкін. Мен солай айтар едім. Бірақ түсінік бар халықта. Қор туралы түсінік те бар, бірлестік туралы түсінік те бар халықтарда. Азаматтық орталық тек Атырау облысында ғана бар деп жүр. Ол осылай ғой, еліміз бойынша Атырау облысында ғана бар азаматтық орталық та? Еліміз бойынша жалпы әлде батыс өңір бойынша ма? Жоқ, еліміз бойынша мынандай түсінік бар. Азаматтық орталық коммуналдық мемлекеттік мекеме форматында құрылған, яғни біздің құрушы орган ішкі саясат басқармасы, әкімдік. Ал басқа өңірлерде азаматтық орталықтар бар, бірақ та ол мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде. Яғни ішкі саясат басқармасы осы үкіметтік емес ұйым саласын курировать етеді ғой, яғни сол курировать еткеннен кейін сол әлеуметтік тапсырыс шығарады, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс азаматтық орталықты жүзеге асыру деген секілді. Ал мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа тек қана үкіметтік емес ұйымдар түсе алады. Сол секілді жеңімпаз үкіметтік емес ұйым болады, сол жеңімпаз үкіметтік емес ұйым азаматтық орталықтың жұмысын жүргізеді 1 жыл бойы. Оның екеуінің айырмашылығы қандай? Сонда бізде былай ішкі саясаттың жанынан құрылған. Ол жақта енді тапсырыспен. Оның айырмашылығы қандай? Жергілікті атқарушы органдардың шешіміне байланысты ол. Біздің жақта не үшін олай ашылған? Біздің не үшін? Бізде тұрақтылық бар. Себебі ненің тұрақтылығы? Мынандай нәрсе бар. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыста орындайтын кез келген 1 жылы басқа адам ұтса, келесі жылы басқа үкіметтік емес ұйым ұтуы мүмкін. Мысалы, сіз де үкіметтік емес ұйымсыз. Сіз үкіметтік емес ұйымдарға өзіңіздің көзқарасыңыз бойынша оқыту жұмыстарын ұйымдастыру мүмкінсіз. Сізден кейін келесі жылы басқа үкіметтік емес ұйым ұтатын болса, ол басқаша көзқараспен оқытуы мүмкін. Яғни, бұл жерде әкімдіктерге кішкене қиындық туындауы мүмкін, себебі бір ізділік деген нәрсе бар ғой, тұрақтылық, бір ізділік. Яғни, мысалы, НПО-ларды дамыту, ол жерде қаражатта шектеулі болуы мүмкін, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде. Ал бізде коммуналдық мемлекеттік мекеме болғанда қызметкерлердің барлығы бюджеттік жалақыда, яғни талап бар, күшейтілген деген секілді. Бұл жерде ол нақты миссиясы болады. Мысалы, азаматтық орталықтың нақты миссиясы НПО кез келген НПО-ға көмек көрсетуге міндетті деген нақты. Ол сен қабылдайсың ба, қабылдамайсың ба, толыққанды көмектесу керексің. Банағы әдістемелік көмек көрсету керексің, әртүрлі жобалар жасау керексің деген сияқты. Банағы жобаларға қаржыны, мысалы, қорғау арқылы, бюджетте қорғау арқылы осындай ұсынымдар бар деген секілді, кішкене қаржымызды да кеңейте аламыз деген секілді. Банағы НПО-ларға жасалатын жобаларды. Ал мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде ол шектеулі болуы мүмкін. Яғни тек қана кеңес беріп, кеңес алумен ғана шектеліп қалуы мүмкін. Ашу, жабу,
әдістемелік көмек көрсету болды. Қалған оқыту, дамыту деген секілді нәрселерге қаржы тапшы болуы мүмкін деген секілді. Енді өзге өңірлер тапсырыспен бізде әкімдіктің жанымен тұрақты, тек жыл сайын сол бәрін басы-қасында жүрміз, бәріне үйретіп жатырмыз, НПО-ларды дейміз ғой, үкіметтік емес ұйымдарда. Енді ерекшелігіміз бар ма өзге өңірлерден? Отып тұрған дүниеміз бар ма осыдан? Отып тұрған дүниеміз бар деп айта аламын, бірақ та кемшіліктер де бар деп айта аламын. Оны жасырмау керек. Отып тұрған дүниеміз бізде жобалардың тұрақтылығы, олардың банағы дамыту бойынша оқыту жұмыстарын тұрақты ұйымдастыратынымыз біздер. Қандай мақсатта? Мысалы, былтырғы жылдары біздер өзіміз үкіметтік емес ұйымдардың тарапынан осындай оқытулар болса екен деген бір жиналыс өткіземіз. Қандай оқыту көргілеріңіз келеді деген секілді. Қандай мамандарды тарттыруға жұмыстанайық, немесе республикалық деңгейдегі тренерлер бола ма, республикалық танымал мысалы спикерлер бола ма деген секілді, кімдерді көргілеріңіз келеді деген секілді ұсынымдарды жинап, сол ұсыным негізінде біз жобалар шығарамыз. Ал оқыту бойынша қарапайым, мысалы кейбір НПО-лар болды бізге, мысалы мен жобамды қорғанда ораторский искусство керек еді маған дейді. Мысалы кейбір шетелдік компаниялардың банағы елшіліктердің нелеріне тапсырғанда 3-ақ минутта, 2-ақ минутта жобаны қорғап бітіру керексің сен. Сол уақытта біздің үкіметтік емес ұйымдар мысалы сағаттап тұруға олар шыдайды негізіне, менің жобам күшті деген секілді. Ал сіз мынандай бір жылдық жобаны 2-ақ минутта қорғап, барлығын сатырлап шығару керексіз да. Сол бойынша ораторлық өнер деген секілді, қаржылық менеджмент деген секілді сондай тақырыптарда бізде өздері сұрады. Біз сол оқыту бойынша ұйымдастырдық. Жоқ, мұның барлығы өзге өңірлерде оқытылмай ма? Өзге өңірлерде ол сіз жергілікті атқарушы орган не көргісі келеді, ол соны салады. Банағы тех ерекшелік деп айтады ғой. Тех ерекшелікке не көргісі келеді? Қалай ол жергілікті атқарушы орган не көргісі келеді, соны салады? Мысалы, 2 оқыту, 3 кездесу деген секілді болуы мүмкін. Кеңес бересіз, болды, шектеулі. Ал бізде ол шектеусіз нәрсе, бізде жобаны шығара беруге болады, ұсыным ретінде шығара беруге болады. Ал мысалы сіз айтуыңыз мүмкін, сіз мысалы азаматтық орталықтың ұтып алдық делік сізді, импакт Атырау деген секілді ұтып алды. Сізге ішкі саясат айтады, жылға мысалы 10 оқыту жасайсыз дейді. Ал үкіметтік емес ұйымдар 10 оқыту біткеннен кейін тағы да хочет 10 оқыту. Асайды қаржы жоқ дейсіз. Менде қаржы жоқ ары қарай, қаржы шектеулі деп айтасыз. Болды, осымен аяқталды деген секілді жыл. А бізде ондай нәрсе жоқ, бізде тұрақты түрде кете береді. Бір жақсы сол. Қаншалықты біз олардан озып келе жатырмыз, біз мынау мекемені ұстап отырып деген ғой. Біз олардан қаншалықты ұтып келе жатырмыз. Бұған Мерей, өзің не айтасың? Бізде өзгешелік бар ма? Енді осы салада өзің жүрсің ғой. Өзге өңірлерге барып жүрсің, тәжірибе алмасып жүрсің. Біз олардан озып тұрмыз ба? Жаңа жұмыс істеу тәсілінде енді өзгешелік байқаған жоқпын. Біз өнерге не деп барамыз? Олардан білім аламыз деп барамыз. Олардан біліктілігімізді арттырамыз деп барамыз. Енді басқа жақта азаматтық орталық сияқты біздің мемлекеттік мекемеге қарасты мекеме жоқтығын естіп білген жоқпын. Ұйымдастырғанда біз тәжірибе алмасқа барғанда өзімізге қарасты жоқтығын білмейсің. Білмеймін. Сол себепті деңгейі өте жоғары. Мен барған өңірлер, Алматы өңірі, Алматыда, Қостанайда МПО-ның үкіметтік емес ұйымдардың деңгейі өте жоғары. Жұмыс істеу тәсілдері, сосын бізден айта кетеріміз, форматтарымыз ерекше ғой әртүрлі. Оларда үкіметтік емес ұйым әркім өз жұмысын жасайды и мемлекетке қатты қатысы жоқ. Бақша тарту, донор тарту, жағынан бізден еркіндік бар. Бізге бір есімде қалып қойғанда алматылықтар айтады, сендер Атырауда тұрасыңдар ғой дейді. Сендер вообще мемлекетке жақындамау керексіңдер ғой. Қалай қарағанда. Енді ол әркім басқаша қабылдауы мүмкін. Біз былай қабылдадық. Қаншама компания тұр, әлеуметтік бір көзқарасын құттай өзгертіп жіберіп, сенің әлеуметтік жобаңа серіктес бола алатын. Енді біз енді көбі МПО-лармен барғанда көп айтатын, сол заказ мемлекеттік тапсырыс деп айтады ғой. Көп таңғалған сол. Енді олар ол дейін айтып тұр ғой, мемлекеттік тапсырыспен бір МПО солар сөйтіп даярласа, сол деңгейге жетсе, тек қол шапалақтау ол мемлекеттік ұйымға.
себебі болмаса қостанайда бар ма екен білмейсіз ба әріптестеріңіз? Қостанайда нақты білмедім, КГУ или әлеуметтік тапсырыс ретінде. Бірақ та Қазақстанның барлығында жалпы азаматтық орталықты құру керек деген секілді жұмыстар жүріп жатыр ол бойынша. Себебі басқа әріптестерімізбен байланыстамыз ғой. Бірақ та көбісі ол бағанағы әкімдіктің өзінің несінде де қалауында немесе КГУ форматында құру, немесе жаңағы әлеуметтік тапсырыс форматында деген секілді. Но ол барлық қаржыға келіп тіреледі. Бізде қай жылы құрылды азаматтық орталық? Так, азаматтық орталық 2017 жылы облыс әкімінің шешімімен құрылған. Желтоқсан айында 2018-ден бастап тұрақты жұмыс жасап келе жатыр. Бізде азаматтық орталық жұмыс жасап келе жатыр. Естуімізше өңірде 800-ден астам үкіметтік емес ұйым бар, бірақ енді нақты осы қор, бірлестік, жұмыс 200 дегендей болды, иә? Осы жөнінде айтып өтші, 200 белсенді жұмыс жасап тұрған ба, қорлар, бірлестіктер? 800-ден астам үкіметтік емес ұйым тіркелген. Яғни коммерциялық емес ұйымдар дегенде барлығы ойлайды, қоғамдық бірлестік, қор деп ойлайды. Бірақ та коммерциялық емес ұйымның заңын ашып қарасаңыздар, ол жерде нысан деген бар. Яғни сіз ашарда ол жерде бірлестік қылып ашасыз ба, қор қылып ашасыз ба, заңды тұлғалар бірлестігі деген бар, мекемелер мен мекемелердің бірігіп отырғаны. Тұтынушылардың несі бар, КСК дейді ғой, бұл да МПО-ның цифрына кіріп кетеді. Адвокаттар алқасы, нотариалдық палаталар деген секілді, бұның барлығы кіріп кетеді. Діни бірлестіктер, мысалы діни бана өзінің насихаттап жүргендер, соның барлығы, осының барлығы қоғамдық ұйымдар деп кіріп кетеді. Бірақ та бізде қоғамдық бірлестік пен қоғамдық қорлардың саны ол кемінде 600-ге жуық, екеуі біріктіргенде. Қорлар, бірлестіктер 600-ге жоқ. 600, Атырау облысында. Қалғаны өзге де нысандар. Бана 800-ді айтып отырғанымыз ғой. Ал енді активный МПО-ны сұрап отырсыз ғой сіз. Қанша адам активный деп отырғанымыз? Яғни ол 200-ге жуықтай активный жұмыс жасайды бірлестіктер мен қорлар. Енді неге біз оларды көрмейміз деген тағы сұрақ туындайды ғой. Біз 200-ді неге бізге көз алдымызда жүрмейді деген секілді. Олардың барлығы кейбір үкіметтік емес ұйымдар бар. Мысалы бізде адамымызды олар мысалы шетелдік компаниялармен жүреді, кішкене көрінеді деген секілді, камера алдында деген секілді, әртүрлі жиналыстарда, әртүрлі қорлардан. Мен айтарым, қорлар бірлестіктер шетелдік компаниялардың немесе гранттардың жеңімпазы болып отырған МПО-лар көбінесе бана кадр сыртында жүреді. Ал мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен чисто отырғандар, олар тек тапсырысты орындайды да, болды все. Ары қарай бір кадрдыға көрініп деген секілді, мен мынаны орындадым, ол банағы мемлекеттік әлеуметтік госсоцзаказды орындады, заказчикке өзінің есебін берді, болды все деген секілді. Чисто сондайлармен отырғандар бар. Мысалы, мен әлеуметтік мәселені көтермей, соцзаказбен отырам деген МПО-ларды кездестірді. Біз Абзонға отырдық, что осы 600-дің барлығына хабарластық, команда болып отырдық. Сіздер неге көрінбейсіздер, неге келмейсіздер, азаматтық орталыққа келсеңіздер, активно болайық деген секілді. Жоқ, мен анағы әлеуметтік мәселені көтермеймін, мен МПО-ны аштым, тек қана соцзаказ үшін аштым деген секілді. Болды, басқа мақсатта ашпадым деген секілді. Ал кейбір үкіметтік емес ұйымдар бар, соцзаказбен айналыспайды, бірақ әлеуметтік мәселені көтеріп жүреді. Мүгедектердің мәселесін, білім саласы, экология саласы, бірақ соцзаказға ешқандай қатысы жоқ деген секілді. Сондай вопроспен. Екі түрлі көзқарас бар деген. Иә, мен өткен жолы талқылау подкастында да осы тақырыпты қозғадық. Сол кезде менің өзімнің ойымды айта кетейін. Жалпы үкіметтік емес ұйымның жетекшісі бір қандай қоғамда мәселені көтеріп жүрген белсенді болу керек. Менің ойымша сол. Енді жаңа миссиясы сол деген ғой, енді сондай бір немен келеді, өзінің мен бірдей ой ұштасқан адамдарды бірге қауымдастық ретінде құрып, сөйтіп бір қоғамға жаңа пайдам тиейін деп келеді, иә. Енді анау ашылған өзге де жаңағы 600 жақсы 600-ның ішінен бір 10%-ын алайық. Соның ішінен біз санай алмаймыз ғой саусақпен да. Біз енді бұл жерде айналып келіп азаматтық орталықтың жұмысы. 10 шақты жыл бұрын ашылды ғой, иә? 18-де. Иә, 18-де ашылды. Иә, 10 жылға. Сол кезде шыққан НПО-лар енді үкіметтік емес ұйымдар қазір белсенді. Сол азаматтық орталық құрылып, сол кезде қолдау көрсетіп жіберген үкіметтік емес ұйымдар, қорлар, бірлестіктер қазір белсенді қоғамда. Ал енді одан кейінгі жұмыс әлсіз бе сонда? Неге бум көтеретін осындай бір, вау, міне мынадай бар, мынадай ұйымдар бар деген неге жоқ? Жұмыс әлсіз деп айта алмаймын. Себебі 2018-де ашылғаннан кейін біздер
келе отырып, мысалы азаматтық орталық тарапынан неге өңірдің үкіметтік емес ұйымдарын қолдамасқа деп 2021-ден бастап біз өзіміз сыйақылар шығара бастадық. Өзіңіз де жеңімпаз отырсыз. Қолдау жобасы негізінде қолдау, демеу деген бұл енді маған бетіме қайта маңдайға соққандай айта бермеңдер. Жоқ, енді жоқ, бұл жерде сыйақы емес, сыйақы жақсы, ол берілер 1 миллион, 2 миллион теңге. Я, Фархат, түсініп тұрсың ба? Неге сол жылдары шыққан НПО-ларды келіп, біз міне осылар деп соларды айта береміз да, 7-8 жыл бұрын шыққан. Неге соңғы 5-10 жылда жоқ басқа НПО-лар? Міне, бізде осы облыста мындай мықты үкіметтік емес ұйым қоры пайда болды деген сияқты өздерін көрсететіндей. Көріп жүрсің ба, Мерей? Толықтай келісемін. Көріп жүрген жоқпын. Осы содан кейінгі шыққан қорлар мүлдем бір бетке ұстар, бір жақсы жобалармен танылып жүрген қорларды айту қиын. Мен айта аламын, Шырақ Education, Данабек қазіргі таңда ТШО-ның жұмыс жасап отыр. Ол IT саласында. IT саласы. Ауылдық мектептерде ауыл оқушыларын IT саласына тегіннен тегін оқыту. Бұл біздің Данабекпен біз тығыз байланыстамыз қазіргі таңда. Себебі біздің орталықтың тұрақты көмегін алады деген секілді, юридический вопрос болсын, заңдылық тұрғыдан болсын деген секілді. Бұл жақсы кейс. Ол да екінші кейстеріміз Динара Құдайберген, Жарқын жанұя қоғамдық бірлестігі. Бұл қазіргі таңда 3 жылдан, енді 3 жыл тайтай басып келе жатырған үкіметтік емес ұйым. ЦПГ-дің грантын ұтты, одан кейінгі кеше осы демеудің грантын ұтты. Енді проекті деген не екенін түсініп, енді біз оқыту нәтижесінде, тұрақты кеңес берудің нәтижесінде енді келе жатырған үкіметтік Құрала 2025 деген үкіметтік емес ұйым бар. Осы 25-те ашылған. Олар да орталықтарын кеше мысалы комиссия отырысында барлығы таңғалды да, осындай орталықтарыңыз бар ма деген секілді. Олар да бізге қазір жүгініп жатыр да, тұрақты түрде кеңес алуға. Бізде кейс көп, бірақ та енді қазір тізе берсек өте көп негізінде. Үкіметтік емес ұйымдар жетерлік. Алмаз деген әріптестеріміз бар. Тоже робот саласы бойынша оқушыларды дайындау деген секілді. Одан кейін бар, Қазақияда бар, Жанар, Әбіш Жанар, ТШО-ның грантын ұтты. Қазақия саласы бойынша бізден тоже кеңес алды Жанар апамыз. Қазір мәдениет, ұлттық құндылықтарды насихаттап жүр деген секілді. Енді банағы қандай не беріп жатсыздар деген сұрақ қой. 2018-ден кейін неге тоқтап қалды деген. Енді мен айтарым, 2021-ден бастап біз тұрақты проектлеріміз, енді біздің стадий турларымыз деген секілді. Мен айталам, 2023-те біздер осы Астана, Алматы қалаларына біз апарып келдік. Неге үкіметтік емес ұйымдарымызды біз көрсетпеске? Басқа өңірлер осылай жұмыс жасап жатыр, сіздер де осылай жұмыс жасай аласыздар деген секілді. Олар таңқалып келді, что біз стадий тур бізге өте көп көмектесті деген секілді. Потому что біз құр босқа айқайлайды екенбіз деген шешім қабылдады да олар. Себебі Алматының деңгейін көрді. Біз жиналыстарда барлығын айқайлаймыз, бірақ қағаз жүзінде барлығын әдемі шешуге болады екен ғой деген секілді. Жоба жасап та әдемі шешуге болады екен деп. Сол кезде біздер айқайлаймыз деген қалай ол? Яғни өңірдің мәселесін көтеріп айқайлаймыз деген ба? Айқайсыз шешілмейді ғой көп нәрсе. Шешілмейді емес әңгіме. Құр айқайлайды екенмін ғой деген сөзге келді. Жоқ, бұл қалай бір қоғамдағы мәселені көтеріп жүріп айқайлап келген адам. Түсінгеніміз, иә? Жоқ, бұл жерде олмаса НПО ма келіп тұрған? НПО. Азаматтық орталыққа келіп айқай шығарып тұрған. Кез келген жиындарда айқай шығарам, кез келген жиындарда нәтижесіз. Мен енді айқай шығарған адам сияқты ретінде қалыптасып қалдым дейді да, Алматыдан кейін оны заң тұрғысынан мәдениетті түрде шешуге болады екен ғой. Мен үкіметтік емес ұйыммын ғой дейді. Одан кейін де осы мәселені, мысалы, өтініш деген дүние бар екен, әртүрлі жобалар арқылы мемлекеттік органдарға ұсыным беру арқылы өзгертуге болады екен ғой деген секілді көздері ашылады да, одан кейін. Сондай дүниелер, жақсы идеялар келді бізге. Енді біздер қазіргі таңда фокусымыз енді ауылдық үкіметтік емес ұйымдарға дамытайықшы деген қазіргі біздің нақты бір 25-тің аяғымен осы 26-дағы жақты бір планымыз сол болып тұр да біздің. Ал енді гранттарды айтып жатқаным 2021-де бастадық. Бұл гранттарды бізде үкіметтік емес ұйымдар өздері сұрады. Бізге қаржылай қолдау керек деп айтып кеткеніндей, сіз өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, 2 миллион теңге бұл әлеуметтік желіде маған бәрі жазып жатыр деп өзіңіз айттыңыз ғой, 2 миллион теңге көп ақша деген, біреуге көп болуы мүмкін, біреуге аз болуы мүмкін деген секілді. Бірақ та тағы да айтарым, тай басқан үкіметтік емес ұйымға 2 миллион теңгені игеру, ол үлкен, ол да жұмыс. Ақшаны ұстай білу, келіссөздер жүргізу,
қалай құжаттарды реттеу, творческий отчеттарды тапсыру деген 2 миллион деген, қазір сіз жаңадан ашылған үкіметтік емес ұйымға 200 миллионның жобасын бере салмайсыз ғой. Ол себебі ол түсінбейді ол нәрсені. Ондай жобалар арқылы олардың жақсы көздері ашылады да, сауаты ашылады. Ал енді біздер чисто үкіметтік емес ұйымдармен ғана шектеп қана қоймаймыз. Ол волонтерлар да бар деген секілді. Өздеріңіз білесіздер, жастар ресурстық орталығы деген бар. Олар қаладағы жастармен жұмыс жасаса, жастар волонтерлармен жұмыс жасаса, біз 35-тен жоғары, яғни 35-тен асқан азаматтар, 55 жастан асқан жоғары күміс азаматтармен жұмыс жасаймыз, волонтерлармен. Оларға да арнайы проектіміз бар, демеу деген, 2021-ден бастап қаржы қорымыз жайлап көтеріп келе жатыр. 500 мың теңге, осы жылы миллион теңге бердік 6 волонтерға жобаларын іске асыруға. Банаға айтып кеткенімдей, волонтер көру керек, білу керек, жоба деген осындай екен. Жоба осындай, жобада қиындықтар болады. Банаға тұрақсыздық болып қалуы мүмкін деген секілді, қиындықтарды шеше білу керек деген секілді. Сондай нәрсеге бұл үздік жобалар деп есептеймін өз басым. Енді сіздердің көзқарастарыңыз қандай екенін білмеймін. Одан кейінгі тағы да бір жақсы жобаларымыздың бірі біз тұрақты оқытулар. Мысалы, қандай тұрақты оқытулар? Бізде көбінесе әлеуметтік жағында Астана, Алматы, бана Мерия айтып кеткендей, олар кәдімгідей жақсы деңгейге шыққан деген секілді. Ол жақтағы жақсы деңгейге шыққанын спикерлерді тарттыру керек. Спикерлердің тарттыру үшін де өте көп күш керек. Оларға бір көзін ашып кететіндей дүние ғой. Мысалы, мен Астанада осындай дүниені жасап жатырмын, неге сендер Атырауда бұндай дүниені жасамайсыңдар деген секілді. Бұндай оқытулар тұрақты жасап жатырмыз. Біздің тағы бір 2023-те жақсы бір кейсіміз Пармышева деген, қателеспесем, Пармышева кім еді аты? Білмедіңіз бе? Өзі де сол үкіметтік емес ұйым, Астанада әлеуметтік кәсіпкер ретінде тіркелген. Астана банағы АСИ деп айтады. Сол АСИ-дің қазіргі таңда басшысы, яғни әлеуметтік кәсіпкерлердің ассоциациясы. Сондай дүниелерді біз тренерлерді, енді Астана үшін ол қол жетпейтін тренерлер, енді спикерлер, біз сондай спикерлерді шақырып, үкіметтік емес ұйымдарға тірі, живой кейс дейді, сондайларды беріп отырмыз, үздік кейстерден. Мерей жаңа айтып кеттің ғой, Астана, Алматы жақтағы НПО-дағылар айтады, Атырауға жаңа әкімдік не керек, үкімет не керек дегенде. Бұл жақта жаңағы түрлі ірі компаниялар бар, солармен жұмыс жасаңдар деген мағына шығар олардікі, иә. Бірақ біздің мүмкін компаниялар, біздің жерде кәсіпкерлік нысандар, үкіметтік емес ұйымдармен жұмысы қалай? Шетелдік компаниядан бөлек, енді оларда арнайы өздерінде бөлінген критериялар бар оларда да, осы әлеуметтік салаға бөлінеді оларға. Ал енді біздің басқа кәсіпкерлер бар ғой, өзіміздің жергілікті кәсіпкерлеріміз. Енді соңғы кезеңдерде қоғамдық қор дегенге отношениесі өзгерді ма? Өзгерді. Бизнестен байқауға болады, адамдардан да бизнестен де байқауға болады. Бірақ әлі түсінік қалыптаспаған. Көбінесе барғанда біз былай қарағанда түсінік жоқ деп айтып ойлап келдік қой. Бірақ статистика біз өзіміз қараймыз ғой. Адамдармен барғанда, компанияға барғанда, сұрағанда, қаржы сұрағанда, көмек ресурстарын сұраймыз көбінесе. Ресурстарын сұрағанда біз осы жолы 5 миллион, 10 миллион қайырымдылық саласына тамақ тарату, киім тарату, осы қорлар бізге хабарласып еді. Осы қорлар хабарласып еді деп соған қарағанда бір қайырымдылыққа бет бұрған жобаларды қолдайды көбінесе. Бірақ қолдайды. Түсінігі әлеуметтік, біз қазір таңда кіші компаниялармен жұмыс істеп келе жатырмыз. Енді импакт влияниесі, әсері аз болғанмен де, бірақ өзгерістер болатын жобаларды жүзеге асырып жатырмыз. Қытай қаржы болса да қолдауға дайын олар компаниялар. Жергілікті компаниялар. Бірақ әлі түсінік қандай? Тамақ тарату, киім алып беру, сондай түсінік көбінде қалыптасқан. Меніңше оны өзгерту керек. Ал идеяларды қолдау жағынан олар әлі түсінбей ма сонда? Тек қана қайырымдылық ретінде қарай ма? Қабылдайды, бастап қолдап жатыр. 10 компанияға барсақ, оның тек біреуі қызығуы мүмкін, қалғандары 8-9-ы тек осындайға ниеттеніп едік, көмектесейін деп едік. 10-100 семьяға қарасаңыздар, суммалары, сандары өте үлкен.
жаңағы әлеуметтік өзінің орысша айтқанда социальный ориентированность дейді ғой, қоғамға бір пайдасын тигізу осы арқылы тигізгісі келетін шығар. Ол да дұрыс қате түсінік деп айта алмаймыз, бірақ меніңше ол енді өзгерту керек түсінік. Өзгерту керек сияқты оны да. Енді жаңа айтып қалдың, Мерей, қазіргі қоғамның көзқарасы мен сенімі қоғамдық қорларға өзгерді деп. Иә? Екеуіңізге де осы ортақ сұрақ. Қаншалықты өзгерді? Мынау соңғы жағдайдан кейін бе, әлде бұған дейін де өзгеріп келе жатыр ма? Өзгерген бе? Соңғы жағдайлар қатты әсерін тигізді. Енді ол ортақша айтылған кезде қазір енді бұрын қоғамдық қорды жұмыс жасаймын деген өзінде де күле қарайтын деңгейге жеттік. Анау андай айтып отыр деп миллиондап, миллиардтап деп. Екінші жаңағы донорларға, болашақ үмітпен барған спонсорларға барған өзінде де жаңа айттық қой, ресурс, жаңа бенефициарларымызға, қатысушыларымызға ресурс сұраймыз ғой бір енді. Соның өзінде де күмәнмен қарайды. бір, екі, жаңа уже келместен бұрын уже бірінші кезде айтып бастағаннан бастап уже жоқ дегенге тыңдамай уже қорданмын дегеннен түсінікті әңгіме осымен жабылай кетер деп уже реакциясын түсінесің. Көші дальше уже жібермейді. Біліп жатырмыз ғой деген эмоция жібереді. Сол қатты эффект берді. Да. Жаңағы мына жерде алға шығып кетейін, жаңағы былай айтқанда азаматтық орталықтан да күтетініміз сол былай қарағанда. Сол қатты қалай айтсақ болады, азаматтық орталықта дәл сол қалыптасып қалған түсінікпен де жұмыс жасау керек сияқты. Иә? Сознаниемен дедім. Иә, мынау қалай, ол жерде мысалы мен журналист, бір нәрсе қателік жібердім ба, бүкіл журналист жауап береді деген түсінік емес қой деймін да. Олай болмайды, ол бір қордың қателігі үшін бүкіл қор бірлестікті жоққа шығаруға болмайды. Осы түсінікпен азаматтық орталық, осы бағытта сіздерде арнайы бір не бар ма, жоба, жасалып жатқан жұмыстар, жалпы осы өңірдегі бірлестіктер, қорлардың өз брендтерін қалыптастыру? Енді осы подкастты пайдаланбасам тағы да халыққа түсінік қалыптастыру үшін, енді орталық айтып тұрмын ғой, қазір халыққа қызмет көрсету орталығы сияқты болып кеттік, соның сияқты болып кеттік. Иә, солай мен бағадан бері Фархат ренжіме, мені шақырып алып, мені сынап отыр, былай да былай жалан таппа деп. Жоқ, бұл жерде дұрыс сынды қабылдай білу керек. Сіздер үкіметтік емес ұйым тарапынан азаматтық орталықтың мысалы осы жерін дұрыстаса, осы жері негізге алынса деген секілді ұсынысты айту біз тыңдауға міндеттіміз сіздерді, потому что сіздерді көтеру, сіздердің әлеуеттеріңізді арттыру біздің жұмыс нәтижесі ғой. Сондықтан біз сіздердің сындарыңызды қабылдаймыз. Ендігі сон болып бара жатырмыз деген сөзім, бұл жерде халықтың өте көп келуі, тіпті кезекке тұруы. Документ бойынша неге үкіметтік емес ұйым ашсам, үкіметтік емес ұйымдардан естей ма білмедім, ол жағынан үкіметтік емес ұйымды ашсам ақшаның астында қалам деген түсінік қалыптасып қалған. Яғни оны қайдан түсінік қалыптасып жатыр, немесе анау қор ашты, ақшада шылқып отыр, жағдай жасалған деген секілді түсінік қалыптасып кетті ма, әлде бірлестікті ашты, бірлестікке ақша береді екен, бүйтеді екен, сөйтеді екен деген қу әңгімелер бар да. Ал біз келген адамға, ол менің кейсімде болды тоже, себебі мен мемлекеттік органдармен және қоғамдық ұйымдармен басшысы болдым, бөлім басшысы, тікелей бөлім басшысы біздің отдел қарайтын болды, бөлім қарайтын болды. Кез келген адам келеді де қорды ашқаннан кейін байып кетем бе? Осы сұрақ. Бірлестік ашқаннан кейін байып кетем бе? Осы сұрақ болады. Жоқ аға, сіз бірден байымайсыз, сізге ешкім ақша бермейді, сізге ешкім аспаннан ақша жаудыртпайды, үкімет сен қор аштың деп, бірлестік аштың деп саған ешкім ақшаны бермейді, сіз өзіңіз еңбектену керексіз, жоба жазу керексіз, қорғауыңыз керексіз жобаңызды, компанияларға бару керексіз, демеушілік тарту керексіз деген секілді сұрақ айтқаннан кейін бар, онда мен ашпаймын дейді. Бізге бұл халыққа үкіметтік емес ұйымдар насихаттап жатырмыз жалпы. Біз қор дегеніміз қандай нысан, брошюраларда, флайерлер дейді, былай живой түрде. Но бірақ та ашам деп ниеттеніп келген адамдардың түсінігін өзгерту бізге жақсы болып жатыр да, кеңес беру. Яғни бізде бағана айтып кеткендей саны бар, сапасы төмен үкіметтік емес ұйымдарды ашқанша біздер аз санмен отырған
ыңғайлы да, себебі сапалы болады жұмысымыз. Енді тағы бір айтып кетейін, кейс деп айта беретін боламын, себебі мен ол жерде 5 жылдан астам жұмыс жасадым да, кез келген адамды көрдім да. Үкіметтік емес, біздер жыл сайын 1 қаңтардан 31 наурызға дейін есеп беру кезеңі үкіметтік емес ұйымдардың министрлікке. Сол кезде бізге ағылады барлығы. Есеп беруге көмектесуіміз керек, біз сайт дейді, жасамай жатыр, ключ алып бер дейді. Қарапайым ЭЦП ключке де кезекке тұрады бізде. ЭЦП ключ алып беру керек біз деген секілді. Сол кезде аға не үшін аштыңыздар, апа не үшін аштыңыздар дегенде, ой білмеймін, балам ашып берді, ой білмеймін, ағам ашып берді. Бір 20 жылдық кездесуіміз болды, 20 жылдық класстастар болдық. Давай эмпаш жасайық деп айтты. Соны естідім мен. Бір мектептің түлектері мектебіне сый жасау үшін, мектепке сый жасау үшін қоғамдық қор ашады. Мектепке сый жасайды, сонымен қалады. Өзіміз таңғалдық. Бірақ та енді апа мынады эмпоны енді бір жағына шығару керек қой, жұмыс жасасаңыздар, айтыңыздар, жұмыс жасаймыз деп, жасамасаңыздар, жабуға тырыстану керек деген секілді. Отчетін тұрақты түрде тапсырып отырмын, ешқандай нулевой, барлығы 0 менде отчетін бәрі тапсырып. Бірақ та класстастарымызды аштық, енді ешкім алмайды, менің мойным іліп қойды деген секілді әзілмен айтады. Класстастарыма да айтам, осыны жабайықшы деп. Бірақ та енді заң бойынша жабудың да ұзақ процесі бар. Ол кемінде 2 ай республикалық газетте тұру керек деген секілді, оның ақысы төлену керек деген. Оның барлығына біз банағы жай жатқан деп айтады ғой, ешқандай банағы ілгеру жоқ, жұмысы жоқ, үкіметтік емес ұйымның барлығына хабарласып шықтық біздер. Барлығына хабарласып шықтық. Даже біздер полиция департаментіне, бізде директор болмаған полиция департаментіне хабарласып, письмо жібердік деген секілді, бұлардың телефондарын, немесе құрылтайшылардың телефондарын алып беріңіздерші бізге. Біз сөйлесейік, біз бір жағына шығарайық, не жабайық, немесе жұмысты жүргізейік деген секілді. Не дейді сол кезде? Сол кезде тұра берсін, отчетін тапсырып тұрмын, болды, ешкімге тимесе. Бір уақытта керек болып қалар деген сияқты. Сондай түсінік. Ол өздеріңіз көріп отырсыз, 600 дегенде адамның бәрі ва деп шошиды. Неге 600? Сосын азаматтық орталық не істеп отыр дегендей. Не істеп отыр? 600-ы қайда? Оның барлығына телефон соққанда өзіңіз көріп тұрсыз ғой. Үлкен кісілер, аудандық деңгейде де солай. Ауданға барамыз, ауданға барғаннан кейін үкіметтік емес ұйымды ұстап алған зейнет жасына жеткен азаматтар. Енді аға, апа, мынаны бір жаққа шығару керек қой дегенде тұра берсін, отчеті тапсырылып тұр. Отчеті тапсырылып тұр, тұра берсін, болды. Сондай бар, не аламыз. Ал біз ешкімге міндеттей алмаймыз, заң бар. Сен жабуға міндеттісің деген заң жоқ. Енді міндеттей алмаймыз, сен тоқтат, жап деген секілді. Жоқ, енді сол кезде заң жұмсақ болды ма? Мысалы, мен өзім өткен жылы ашар кезде, мен біраз жүрдім ғой ашу үшін. Қиын болды маған ашу. Енді қазір ол кезде жеңіл болды ма, айырмашылық қандай? Енді ол 2000 кез келген адам сонда аша беретіндей болды ма деймін да, жаңағыдай, мектепке сый жасау үшін барды да аша салды. Сол кезде сұрақ болмады ма оған, не үшін ашайын деп жатсыздар деген? Бұл жерде енді мен өзім енді тәуелсіздік алғаннан кейін менің ойым, енді бұл жеке ойым, пікірім, заң тұрғысынан айтып жатқаным жоқ, ешқандай жеке ойым. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін азаматтық позициясын көтеру мақсатында халықаралық деңгейде, халықаралық басқа да мемлекеттердің елшіліктерімен байланыс орнату мақсатында осы кішкене жеңілдетті ме деген ойда туады да менде, азаматтық позициясын көтеру мақсатында тәуелсіздік алғаннан кейін. Ал енді қазір өте көбейіп жатқасын мүмкін барлығын алдағы уақытта ертең азаматтық форум болып ұйымдастырылады. Енді азаматтық форум қазір болып жатыр, 2 жыл сайын министрлік тарапынан. Сол жерде көптеген өзгерістер, ұсыныстар айтылатын болар. Бұл негізінен көтеріліп жүрген мәселе. Яғни кез келген адам аша бере ала ма деген секілді сұрақты да органдарда қояды бізде кездесулерде. Ондай емес, департаментте отырған, енді департамент ол барлық нәрсені, әділет департаменті барлық нәрсені егжей-тегжейлі қарайды ғой. Мысалы, қор ашқан адам, мысалы, жемқорлықпен немесе мойнында қарызы бар адам қалай қор ашады деген секілді ғой. Сондай сұрақта одан да отказ келуі мүмкін. Бірақ енді барлығы кез келген адам аша бере алады деген ол жерде түсінік жоқ. Ол барлық консультация біздің тараптан кетеді, консультация, барлық документті реттеу, ал ең соңғы шешімді әділет департаменті шешеді. Мынадай сұрақ, бізде Атырау облысында қарап отырық, инклюзия саласы үкіметтік емес ұйымдар арасында өте жоғары деңгейде дамыған. Өкінішке орай. Солай ғой, келісесіздер ма? Келісемін. Енді осыдан қарайық. Сонда бізде мүмкіндігі шектеулі жандар белсенділігі сау адамдардан жоғары деген сөз ба? Бізде ол былай секілді, менің... Әлде мынау инклюзияға мүмкіндік көп пе? Инклюзияға мүмкіндік көп дегенде бізде өкінішке орай мүмкіндігі шектеулі балалардың санының артуы ғой. Яғни өсімі көбейіп келе жатыр. 1-2 ғана орталық оны үлгере алмауы мүмкін. Сондықтан да ол орталықты ата-ана
мысалы қарап тұрсаңыз, біз барлық үкіметтік емес ұйымдарды аралап жүргенде шырылдап жүрген бір ата ана ғой, если честно. Барлығына кім өзінің баласын төрт қабырғаға байлап қойғысы келеді. Иә, барлық осындай тағдырға сай құрылған ғой инклюзияның басым бөлігі. Қанша үкіметтік емес ұйым бар инклюзия бойынша? Нақты қазір инклюзия саласында, но мен сізге айтамын. Жобамен, шамамен. Жобамен, мысалы, орталығы бар деп айтатын болсам, орталықпен есептейтін болсақ, бір 10-нан 20-ға жуық үкіметтік емес ұйым бар, орталығы бар. Яғни ол сол жерде бана тілін дамыту дейді, логопед дейді, ол жерде садик форматында жұмыс жасап отқан кейбір үкіметтік емес ұйым бар, ерекше баланы қабылдап алып қалатын ата-аналар. Себебі кейбір әңгімелерін естимін, үкіметтік емес ұйымдар даже суббота, воскресеньеде ала аласыз ба деп телефон соғатындары. Себебі ата-анаға оңай емес, себебі бауыр еті баласы, оны қия алмайды, оны бағу керек, өсіру керек деген секілді. Бірақ та өзінің де шаруасы бар, ол да қоғаммен айналысқысы келеді, ол да өмір сүргісі келеді деген секілді. Сол секілді оларға жүгінеді, ол орталықтардың көп болуы да осы өсімнің көбеюіне деп ойлаймын. Ерекше балалардың санының өсуі орталық санының өсуіне алып келеді, қалай айтса да. Мерей, сен? Енді меніңше басқаша ой айтып қарайын. 2018-19 жылы бастап бірінші Маңғыстауда болдық, әңгімені басқа былай орайын. Инклюзия саны Қазақстандағы практика сияқты. Инклюзиялық мектеп, бірақ байқағаным, біздің танысқанымыз әлеуметтік кәсіпкерлер дейміз ғой, олар фондқа жақындамайды екен. То есть ИП ретінде тіркеліп, атамекенде тіркеледі, әлеуметтік кәсіпкермін деп, солай жұмыс жасай береді екен. Бізде практика, бізде қоғамдық адамдар бір-бірімен араласады, адамдар бір-бірін таниды, круг өте қысқа ғой. Бір 2018-19 жылдары мемлекет тарапынан осы бастап ашқан қорлар бастап, бірінші ашып бастап қорды ғой, қатты дәріптей бастады. Пример, осылай қорды, осылай кәсіпкер ореласында. Инклюзия саласын көбірек дәріптеді. Басқа өңірлерде қарағанда, Ақтауда алады айтуым. Олар кәсіп ретінде, біз әлеуметтік кәсіпкерміз, бірақ кәсіпкерміз. Әлеуметтік бір мәселені шешуді, бірақ кәсіпкер болып қаламыз. Бізде қордан бастағасын ба, қатты бір пример ретінде дәріптей бастады. Популяризация етеміз ғой, шығара бастап. Міне қараңыздар, мына қор битті, мына қор бітті. Ал содан кейін бастап, бір ашылғаннан кейін қатты бум басталды. Дәл сол ұқсас жобалар көбейді. Ұқсас емес, сол жоба. Мақсаты, тәсілдері де сол, тәрбиелі де сол, форматы да сол, бәрі бастады. Жақсы ма, жаман ма баға беру қиын, бірақ менің ойым, қор арқылы кейбір жерде кәсіпкерсің, кейбір жерде сен фонд дейірсің, общественник дейміз, қоғам белсендісің. Енді мына жерде действительно баға беру қиын. Бірақ екі өңірде екі разный практика. Қатты көргесін қараңызшы. Бір өңірге барып тұрсыздар. Бір өңірге барып, әлеуметтік жоқ, азаматтық орталықтың бір тәжірибесі бар. Қателеспесем, Атыраудың 4-5 беделді МПО-ларын аппаратта өңірге барып көрсетеді проекттермен. Сіз МПО қатысыңыз жоқ, бірақ осы әлеуметтік осы сұрақ сізді мазалап жүр. Сіз ол примерді көресіз, не істейсіз? Тап сондай жобаны сіз көшіріп алыңыз келеді. Атырауда істеуге болады екен, условно говоря, ауданда істеуге болады, ауылда мен ауданда істеуге болады екен. Содан кейін басқа жол берілмегесін, детский реабилитацияға, басқа мемлекет тараптан да реабилитация, оңалту орталықтар ол кезде аз болды ғой. Сол кезде жаңағы фондтар, действительно, жағдайлар да көп, үйінде отбасылы балдар дүниеге келіп жатқан, ерекше балдар дүниеге келіп жатқан. Сөйтіп келгені осы тәсіл арқылы өзімнің мәселемді көтере аламын, және де тұрақтылықты ала аламын деген табысы жолды алды да осы жолды бәрі қайталай бастады деп ойлаймын. Ол өзі ойым. Мына жерде ешкім жақсы жаман деген баға беру, қайталап өтеміз, енді басқаша қабылдауы мүмкін. Бірақ мына сол болсын. Оны басқа өңірде жаңағы кәсіп ретінде қолданып отыр. Кәсіп әлеуметтік болсын. Бізде МПО неге қор арқылы оны жүзеге асырды деген сұраққа Фархат мырза жауап бермесе. Неге қор арқылы үкіметтік емес ұйымдар ма? Енді ол әркімнің өзінің қорды ашқанда, енді жарғы деген нәрсе бар ғой, устав. Уставына ол өзіне сол нәрсені салуы мүмкін, яғни өзі фокусы сол болуы мүмкін. Яғни
ерекше балалардың орталығын құру деген секілді жұмысты сол сала енді ары қарай сол бағытта кетуі мүмкін. Сіз де біз де адамбыз деген секілді импакт атырау журналистердің құқығын қорғау мақсатта сіз мысалы отырып мысалы ерекше баланың орталығын ашамын демейсіздер ғой. Мысалы сіздер өздеріңіздің нақты миссияларыңыз бар, сол миссияға сәйкес олар өздері сол нәрсені ашты деп ойлаймын мен, жарғыға сәйкес. Бізде Атырау облысында мынау жастардың қандай үкіметтік емес ұйымдар бар? Жастардың? Иә, жастардың. Жастардың мынау мәселелері бойынша жастарды жетілдіру бағытында. Енді ол жерде тоже мен сіздерге айта аламын, так 20-дан астам 50-ге жуық үкіметтік емес ұйым бар шығар. Бірақ та ең беделдісі Атырау облысында танымал жүріп жүрген Абылай Құрметұлы, одан кейін Ақсұңқар, Ләззат, Ақсұңқар қоғамдық қор бар, Ләззат бастап Нұрлыгүл жұмыс жасады, жастардың Clean Hub деген қазір Нұрсұлтан Зиядаев банағы музыка саласы бойынша жақсы жұмыс жасап жүр деген секілді. Одан кейінгі банағы Дана Бекті айтып жатырмын, жастармен чисто банағы тек қана жастар мәселесін ғана көтеріп, жастардың сауаттылығын арттыру бойынша жұмыс жасап жүрген. Енді олардың әр саласы әртүрлі, біреу экология, біреуі білім деген секілді, біреуі оның музыка саласы бана айтып жатырғаным. Енді салаға көп. Енді ол нақты бір жастарды бір ғана общий бір былай көтерем деген түсінік жоқ. Банағы МПОны ашқанда әркім өзінің 16 бағытын таңдайды ғой. Мысалы 16 бағыттың ішінде әркім өзінің саласымен кетіп қалады. Саласымен кетіп қалатыны сол себепті айтамын. Мысалы Данабекке мысалы барып жастардың жұмыссыздығын көтер деген секілді ол нәрсені ол көтермейді бәрібір. Ол өзінің нақты фокусы бар. Ол фокусы ауыл балаларының банағы компьютерлік сауаттылығын арттыру, IT саласы бойынша оларды жалпы түсінік қалыптастыру, 3D модель, панельдеу деген секілді, дизайн мәселесі деген секілді сол бағытпен ғана кетеді. Үкіметтік емес ұйымның негізгі миссиясы қоғамға қызмет ету. Қоғамдағы қандай да бір проблеманы көтеру, иә? Енді бір мәселе туындаған кезде, осы халыққа ортақ бір мәселе туындаған кезде, осы 600 НПО қайда? Менің направлением, бағытым мына жақ, менікі мына жақ деп бәріміз жан-жаққа бөлінеміз бе? Мен соны түсіндіре алмадым. Осыған айтшы ойыңды Мерей. Мына жерге 100%, миллион % келсем. Келісетін бір адам таптым ау. Әріптесімді деңізші. Қараңызшы, өзекті мәселе көтеріліп жатыр. Электроэнергияны біздің Казаймақ бағасын көтеріп жатыр. Иә, вот біздің қордан, біздің жұмыс істейтін қордан әріптесіміз барып жатыр. Сұрақ мынандай, сіздер не істеу үшіндер деген сұрақты сұрақ қояды. Айтады, сіздер тек мүгедектердің қатыстарым. Тихан соған қатысты. Окей, айналайын-ау, оларда мүгедек энергия. Ол ортақ дүниеге барлығы халыққа. Енді сол мен де сұрап отырғаным сол. Экология. Ортақ емес пе? IT экология ауа жұтпай ма, или мүгедек ауа жұтпай ма, или журналист ауа жұтпай ма. Ол әр бенефициарларға әртүрлі болса да, мүдделер любой жерде бірге еседі ғой. Қалай айналсам, ол мемлекеттің тарапынан үлкен түсініспеушілік, мемлекеттік қызметшілерден бір тақырыпта барса көтеріп барсаң, сендер күні кеше мына тақырыппен келіп едіңдер ғой, басқа тақырыпта жүрдіңдер ғой. Енді ол ортақ мәселе ғой деп. Жаңағы азаматтық орталықтан да мына жерде сынаған болмаймыз, бірақ енді бірден бір менің түсінбейтінім, сендер жарғы бойынша осы сұрақ нені көтереді, жалпы қатыстарың бар еді ғой, мына сендердің тақырыптарың осы ғой дейді да. Енді если мен мына саланы таңдасам, мен тек болды осы салаға істеймін, жұмыста бір компанияда бар ғой, мен тек юридический вопросқа жауап беремін емес қой. Енді талапты сандап тұрсың ба, басқа да орындарға атсалысуға, өзіңнің үлесіңді қосуға, өз ойыңды айтуға құқығың бар. Жоқ, құқық бар, иә. Жоқ, мына жерде енді сөзіңізді бөліп жатырмын, кешіресіздер да. Бірақ та анандай нәрсе ғой. Қарап тұрсаңыз, үкіметтік емес ұйымды, ол менің жеке түсінігім. Мысалы, кейбір үкіметтік емес ұйым кеңес алуға келгенде нақты бір фокусыңыз болсын деп айтамын. Нақты бір фокусыңыз, бағытыңыз, себебі сол межеге нақты сіз жете алатындай болыңыз. Ол бір үкіметтік емес ұйымды мысалға алсақ, мысалы 10 мәселе көтеріп делік. 10 мәселенің 10 жиынында отыр. 10 проектінде ол іске асыра алмайды ғой деген менде ой бар да. Жоқ, Фархат, сен түсінбей отырсың. Бұл жерде былай,
манағыдай ғой, мынау Қоғамға, тариф көтерілді, иә, қоғамға иә. қажет кезде бәрі неге бірікпейді дегенді, ол күн сайын бірігіп жүріңдер, жаңағы туларын Иә, ұстап алып, әкімдіктің айналасында жүріңдер деген сөз емес Иә, сол. Сіздер өздеріңіз байланыспайсыздар ма, керісі сұрақ қояйын ба? енді олар бір-бірлеріңізді оны шақырмайсыздар ма? келетте бәрі айтады, менің направлением бағытым басқа, менікі басқа дейді да. Қоғам белсендісі дегеніміз мен үшін үкіметтік емес ұйым. Иә, дұрыс. Иә, бізде мысалы 600 бар ма, ең болмаса соның 100-і белсенді болсыншы, жақсы 100-і қызмет жасап тұр дейік. Солар мынау қандай да бір мәселеде басы біріктіретін болса, негізгі енді оны билік пен халықтың ортасындағы көпір ғой, тағы да қайталап айта берейін. Бізде ондай бір ел шулап ана жерге, мына жерге жиналмайтын сияқты да маған. Мынау үкіметтік емес ұйым соның бәрін жеткізіп отырса. Негізгі мақсат сол емес пе? Мынау биліктің де сол үкіметтік емес ұйым құруға мүмкіндік беріп отқаны сол емес пе деймін да? Әлеуметтік мәселелерді шешуге жәрдемдесу мақсатында дейсіз. Иә. Енді ол орталық тарапынан енді үкіметтік емес ұйымға сен ана жерде мәселені көтер, мына жерде мәселені көтер бар деп емес, енді ол ішінара өздерінің Сол нәрседе айтылу керек орталық тарапынан. Орталық тарапынан біздің өзіміздің жарғыға сәйкес жұмыс жасаймыз ғой. Сізге мысалы келіп басқа бір сен үкіметтік емес ұйымды былай жұмыс жаса, ана жерге бар деп сізді ешкім жоқ, бұл жерде ана жерге бар, мына жерге бар, болмаса ана айқай шығарып жүрген эмпомен қосылып алды, ана барып шу шығар деген сөз емес, бірақ түсіндірілу керек сияқты. Менің ойымша сіздер кешіресіз, түсінікті анандай қалыптастырыңыздар деген ұсынысыңыз Иә, түсінік қалыптасу керек. Әлеуметтік, яғни қоғамға, жалпы адамзатқа көтерілетін мәселелерге бірігіңіздер деген түсінікті. Иә. Сол жерге азаматтық орталық бір идеальный площадка болып келетін сияқты. Иә, мынау азаматтық орталық негізі ана кәдімгі мына нәрсенің бәрі сол жерде болу керек қой негізінде. Мемлекеттік мекеме болғанмен де, енді таза мемлекеттік мекеме емес, мемлекеттік жанынан құрылған мекеме ғой. И жаңағы үкіметтік емес ұйымдар да халықтан бір жинағы, халықтың бөлшегі ғой. Бір жерде действительно естімей жатыр, диалог жоқ дейміз. Қазір таңда ең баста құрылғанда солай болып елестеткен жоқ азаматтық орталығы. Меніңше тек волонтерство жоқ, белсенді азаматтармен де жұмыс жасады. Жоқ, тек үкіметтік емес ұйымдар. Сосын белсенді азаматтармен бастап жұмыс жасаған білемін. Оларды соған алып келу жолы шығар. Себебі оларды осы жолға біреу алып келу керек қой. Адам бір ортада, қоғамда бір өзекті мәселені көтеріп жүру мүмкін. Бірақ ол қордың ресурсын, үкіметтік ұйымның ресурсын білмейді. Ресурспен басқаша тәсілдерді. Сол қорға алып келуге дейін жұмыс сіздердікі емес пе? Иә. Сіздердікі емес пе? Біздікі. Сол себепті белсенді азаматтармен жұмыс істейсіздер ғой. Сол жаңа айтқанда площадка. В любом разе ол жаңағы айтатын бір сұрақ, қалғанда 200 помыз, который сізге тәуелді қарасты, сізбен резидент деп айтайықшы да, резиденттеріңізде сол жерде өз ойын айтатын еді. Ол жаңа басқа сұрақ теманы қозғау берсін, фокусы басқа жаққа бола берсін. Фокусы инвалидностьта болсын, мүгедектікте болсын, фокусы адамдардың құқықтарын көтеру болсын, фокусы IT болсын. Бірақ ол әр жақтың осы сұраққа көзқарасы әртүрлі болуы мүмкін. И шешімі, меніңше мына каждый тыңдап шыққан сол сұраққа шешімі өте қызық болатын еді. IT-шіне өз бағытын айтатын еді. Әркім орталықты, мынандай ұсыныс қой, орталықты бұрыннан сол орталық қой, өйткені атының өзі орталық қой. Иә, түсініп тұрмын, бірақ та бана жарғыға сәйкес біз тек қана жарғыға сәйкес жұмыс жасап жатырмыз. Жоқ, жарғыдан сәйкес оның ішінде жоқ па не, біріктіру деген? Жалпы барлық үкіметтік емес ұйымдардың мәселесін тоғыстыратын бір площадка, бана блогерлер болуы мүмкін, активистер болуы мүмкін, жастар болуы мүмкін, сондай орталық болса деген ұсыныс. Орталығында былай қорғап алып, не істеп жатқан сияқты бір кейіп танысып жатқан болар. қорғап шығуым керек. Бірақ та менің өз көзқарасымда мен қарапайым 3 айдың ішінде біз 800-ден астам 1000-ға жуық адаммен сөйлестік та. 2 айдың ішінде, 2 ай жарымның ішінде біз каждый тізіммен реттеп отырамыз. Ол орталықтың жақсы бір көрсеткіші. Сөйлестік деген не ол? Онлайн кеңесте бар, былай да бар. Жоқ, мен осы мынау әкімдіктің айналасының статистикамен жұмыс жасайтын сөзіме. Бізге нәтиже керек, ал сіздер көрсеткіш статистикамен. 1000 адамның ішінен кім қандай не көрсетті айтыңызшы. Оны ашу бойынша да, өздерінің ашылған үкіметтік емес ұйымдардың жұмысы бойынша да барлығын қоса алғанда сол 1000-ға жуық адам бізге 2 ай жарымның ішінде жылдың басында біз қайнап кетті бір сондай бір кезең болды. Соңғы қорлар туралы жағдайлар әсер еткен болар. Себебі қордың жұмыстары бойынша сондай азаматтар бізге келді. Енді айтып жатса 5 жыл ұзақ емес пе деген секілді. Өзіңіз айтып жатсыз ғой, Мерей аға.
біз негізгі миссиям бағанағы адамдарға көмектескеннен рахат алу болды деген секілді. Ана үкіметтік емес ұйымның бір ерекше баласы келіп тұрып, осындай үкіметтік емес ұйымда 10-20 сияқты ерекше бала бардың, оның қарапайым бағанағы әдістемелік көмек көрсетіп, документтерін реттеп жіберіп, бағанағы юридический вопростарын шешіп бергеннен бір ризашылығы андай рахат, ләззат алып қаласың ғой. Осыларды біз арт жағында осылардың бір алғысы жатыр деген секілді нәрсе жібермей жүрді, бірақ та ойда бар. Бізде жаңа бар дедік та, қазір үлестіктер, қорлар бар ірі компаниялардан тапсырыс алып отырған, иә. Енді осылар орталыққа келе ма, мысалы, Фархат, біз НПО-ларды үйретейік, өзіміз қалай жоба жазып жүргенімізді, тәжірибемізбен бөлсек деп келе ма? Ұсыныспен орталыққа келді ме? Ұсыныспен орталыққа әзірге үкіметтік емес ұйымдар келмеді, оны айта аламын нақты. Себебі неге орталыққа жүгінбейді деген вопрос, сұрақ. Мысалы, ТШО компаниясын алатын болсақ, ТШО компаниясы өзінің ішін ара тәртібі бар. Яғни бұл үкіметтік емес ұйыммен, менің естуімше үкіметтік емес ұйыммен ТШО компаниясының арасында келісім шарт бар, яғни қаражат та айтылмайды, басқа да информациялар шықпайды деген секілді өздерінің арасында нәрсе бар. И олар өзінің жеңімпаз болған үкіметтік емес ұйымдарын сол межеге жеткенше, как бағанағы қалай айтсам болады, оқыту жұмыстарын, тұрақты түрде кеңес беруі деген секілді жоба бойынша, өздерінің жоба бойынша, политик саясатына сәйкес, сол бойынша техподдержка деп айтады ғой, сондай бір көмектерін ұсынады дегенді естідім. Ал былай басқа үкіметтік емес ұйымдарға мен оқытайыншы, үйретейінші деген нәрсені әзір мен көрмедім өзімнің тәжірибемде. Енді ал өздерің шығып көрмедіңіздер ме? Біздің осы жаңадан ашылып жатқан НПО-ларға, мына жұмысын бастап кете алмай тұралап тұрып қалғандарға келіңіздерші, үйретіңіздерші деп. Осы жерді пайдаланайын ба? Пайдалан. Осы жерде онда Мерияға қараймын онда. Онда Мерияға бізде адамбыз. Мерей деген мен қай уақытта 24/7 байланыста кез келген сұрағыңызбен хабарласыңыз деп отырады да. Менде тіпті жоспарда да бар деп бұған дейін былтырда айтқан Мерей. Мен соны ойлаймын, осы Мерейдің басындай басты неге орталықтар пайдаланбайды деп. Пайдаланайық. Жоқ, неге өздерің осы уақытқа дейін неге ойланбадың деп? Осы жерде енді пайдаланып, менің практикамда тәжірибемде болмағасын, енді басқа да үкіметтік емес ұйымдарды мазалай беруге де бір ұсыныс айтуға да мен өзім кішкене тартынышқанамын. Себебі оларды қарап тұрсаң, бір компанияның соңғы уақытта мына Әбіш Жанар деген бар, қазақия ұтты ғой. Бір уақыты болмайды ғой, бір нәрсеге кездесулерге немесе оқытуларға шақыратын болса, ойбай, менің дейтін ТШО-да ана проектім бар, үлгермей жатыр, мына проектім бар, ананы ұйымдастырып жатырмын, сендерге баратын уақытым болмай жатыр, ренжімеңдерші балдарым деп сондай бір өзінің несін айтады. Ондай бір жұмыс графигін көргеннен кейін өзім де тартыншақтанып қалам. Одан кейін енді осы жерді пайдаланайын деп отырмын, Мерияға қарап отырмын. Енді бізде адамбыз енді бірталай жыл ТШО компаниясынан жеңімпаз атанып, жақсы жобаларды іске асырып жатыр. Біздің үздік әлеуметтік жобалар ретінде біз кез келген бағанағы министрлік болсын, басқа да шетелден келген азаматтар болсын, біз ұсынамыз ол кісілердің жобаларын. Енді сіздер бізге кішкене үкіметтік емес ұйымдарда координатор боламын деп алам десеп келіссөздер, енді бастапқыда пилоттық режиммен көрсек, уақыт біз ешқандай тартыншақтамаймыз, жабық, біз жабық нені ұстанбаймыз. Жоқ, жаңа айтып тұрсың ғой, енді жаңағы шетелдік компанияларда коммерциялық құпия деген бар деп. Бірақ Мерей ондай бір өздеріңнің ойларыңмен қандай бір оқытуға тыйым салмайтын болар олар, иә? Ешқандай тыйым жоқ. Енді жалпы мына жерде тек бір компания тұтылмай қойып, әрбір компанияның ережесі, жоба жазу тәртібі бір. Ешқандай ерекшеліктері, бір нюанстар бар ішіндегі кішкентай, бірақ жоба жазу тәртібі бір. Жаңа мына сөзіне қайтсақ, жаңа азаматтық орталық, тек сын бағдарламасы болып кетпес азаматтық орталықта кері байланыс ретінде қабылдар ойлаймын. Енді бізде де қазір ол басқа любой коммерческий ұйыммен бірге жоба ұйымдастырайық, ол мемлекетпен бірге ұйымдастырайық, қырғын тас соғылып, таяқ жеп жүзеге асырып қалған жобалар. Азаматтық орталықтан жаңағы үлкен момент, біз әрдайым дұрыс, бір жақсы, сапалы бір дүние болса, біз ешқашан қашқан жоқпыз. Біріншіден оқулар болса, жаңа айтамын да, мен бір өзім бір ойым бар еді айтатын, фандрайзингтің де ең бастапқы жоба жазудан бастап үйретіп, толыққанды, даже Алматыдан, Астанадан тренер алып келемін жазуға дейді. Сұрақ көп мына жерде, себебі Алматы, Астанада тәсілдері бөлек. Олардың жұмыс істеу тәсілдері бөлек.
бізге келіп, мен өзім қаншама алматылық тренерден оқыдым, ана жерде олар қашыққа кетіп қалған ғой, эмпон түсінігінде. Қалай қашыққа деген? Қашыққа дегенде олар деңгейі жоғары. Тереңдеп кеткен ба? Терең кетіп қалған, терең дегенде түсінігі емес, сөздерімен басқаша көреді оны. Қиындатып. Бізде более қазір мынаны петличканы алып мына жерге қою керек қой. Ол петличканың мағынасы, мына жерден алып, мына жерден ұстап, былай қыстыру керек, себебі мынау болмаса мынау болады деген ұғымға кетіп қалған. Атырауда ол өтпейді, жалпақ тілмен өтпейді. Жаңағы қоғамдық қорға, өзінің жұмысыңа, өзінің қатысушыларыңа бір қаржы ресурс тарту тәсілдерде мүлдем бөлек. Әріптестер болса да басқа алып келеді, олар күштеп 2 күндік тренинг өткізіп, содан кейін не істейміз? Оқыдым, біліп шықтым. Маған айтты, короче, ақша сұрау үшін, қоғам проектке не істеу үшін, проект жүзеге асыру үшін мынаны істеу керексің. Бар да істе. Иә. Хорошо, мен жазып алдым бәрін, бүйту керек. Шықтым ал. Менторинг. Ең басты зат менторинг. Адам деген өзің жоба жазған, мен қалай үйрендім? Бізға осылай ойдым. Каждый сұрақ туындайды. Бастап үйренесің ғой, түсінбейсің ғой, не істеп, қалай істеп жатыр, мынаны неге істеп жатыр? Постоянно сұрақ қояды адам болу керек. Мазалайды адам болу керек. Өкінішке орай, азаматтық орталықпен бірге жұмыс, ешқандай жоқ. Бәрі бесем жігіт қыздар, бірақ тренер ретінде сіздер білесіздер былай. Мақсаты, оның міндеттері, қалай бөлінетін, ішіндегі структурасы не, отчеттар, результаттар не, үшінші примитивно былай. Ол былай болу керек жобаның примерінде бір, ал адам өз идеясымен келсе ол бөлек. Сол үшін обязательно оқыту дұрыс, бірақ менторинг деген болу керек. То есть сенде бір постоянно бір адам болу керек. Сұрайтын, Фархат, мына жерде былай мен қадалып қалып жатырмын. Потому что сұрақ деген любой неде сұрақ туындайды. Даже айтып тұрмын ғой, алып қарасаңыз, бүкіл мемлекетте, любой компанияларда да толтыратын, заявочный лист дейді, тапсыратын, өтінім парағы, жобаны толтыратын парақ бір. Бірақ каждый өз сөзімен ерекшеленеді, өзінің пункттарымен ерекшеленеді. Оны адам көрсе, мен алдында басқаша еді ғой деген ой келеді, мынау басқаша еді, мынау басқа ғой деп. Ал соны түсіндіру, егежей, біреу былай жазады, біреу былай жазады. Соны сұрайтын менторинг болу керек. Жаңағы шетелде, Шығыс Еуропада қатты, допустим, человеку нужен человек деген орын не бар, жобалар бар. Адамға адам керек деп көп айтамыз ғой. Сол себепті олар обязательно жас МПО келе ма, оны мен неден өткізеді, бір үлкен жұмыс істеп жүрген МПОға 2-3 МПОны іліп қояды. Себебі жаңа айтқандай ол ешкім, мен бізге көрсетпейді ғой, бізге таныстырғанда ол басқаша таныстырады ғой. Ешкім отказ бермейді дейді. Неге? Сен үшін жүрсің қоғамда? Жоқ деп айта алмайды. Сен қоғам үшін, ол да қоғам үшін жүр. Ол сен мына сұрақты көтеріп, ол мына сұрақты көтеріп жүр. Айтқанда ол отказ беруге уже мына жерде жібермейді да, құқы жоқ та, моральдық құқы жоқ. Отказ беруге ол алады. Ол да мен сияқты бастап жатыр, я түсінбейді, я не істемейді. Жетекшілік етеді, сүйреп жүреді артында. Бірақ енді банағыдай ғой, ол да мүдде бір деген сөз ғой. Айттым ғой, жаңа ең бастағанда айттым ғой, түсінік сразу келмейді. Бірақ сол түсінікті қалып, мен даже түсінік келмеген мына жер біреуді кінәлап отқан жоқпын. Бірақ сол түсінікті қалыптастыратын бізде басқа өңірлерге қарағанда бізде ол мемлекет біздің жергілікті билік қалыптастырып қойған сол мекемені. Сенің түсінігіңді қалыптастырып қойған азаматтық орталық бар. Осы жаңағыдай моментта осы изначально сотрудниктармен жұмыс істеу, не үшін жүргенің, ол любой айналып келген кезде түсіндіре білетін. Қаншама жас жүр, меніңше қаншама қызметке жүр, қазір ойын ауыстыруға болады. Қазір оны жетілдіруге болады. Екі есе темппен жұмыс істеуге болады. Иә, банаға сіз сөзіңізді айтып кеттіңіз ғой, кешіресіз тағы да. Тренерлерді алып келгенде ол өтпеуі мүмкін деген секілді, Астана, Атыраудан алып келесіз, ол қабылдамауы мүмкін деген секілді. Бірақ та енді біздер де енді ол тренерлердің резюмесі дейді, түйіндемесі, қандай жерлерде жұмыс жасаған, оның деңгейі деген саралау деген дүние болады ғой кез келген жерде. Біз үкіметтік емес ұйымдарды оқытқанда, мысалы, жылына қарай, тәжірибесіне қарай деген секілді. Мына үкіметтік емес ұйымға мына тренер өтімді ме, өтімді емес пе деген секілді. Сіздер бөлмейсіздер ғой. Мынау белсенді деген сөзге де бана сұрақ туындайды, белсенділігін қалай анықтайсыз деген сияқты. Бір жылға бір жүстемеға бірдеме қытай бір көмек көрсетті, ол белсенділік па? Или там Фейсбукта қоғамдық қордың атына бірдеме жазды, ол белсенділік па? Или бір рет бір мәселені репост етіп, белсенділік па? Мысалы, үшеуміз отырып па, қазір шыққаннан кейін ең болмаса біреуіміздің сөзіміз бір-бірімізге бір идея, ой салу керек. Жаңа тағы да көтеріп кететін мәселе.
бізде оқытуын оқытады. Жаңағы көбі тренингті қалай бағалайды көбі? Оқып шықтыңыздар, ұнады ма? Көбі ұялады, қысылады, отырдың ғой 1 сағат уақытты. Екінші вопрос па? артынан рилс түсіріп алады ғой. Көбінесе енді тренер болғасын, по-любому бір эмоцияға ойнайды да. Эмоция болғасын, соңында тест берсін, опрос берсін, ауызша жүргізсін, маңызды емес. В любом разе адам после тренинга бір жақсы күйде көңіл күйде кетіп, біреу асығып тұрады, бәрі жақсы ұнатынан бәрі күштер. Бірақ жаңағы жетістіктер бар да, қысқа мерзімді жетістіктер. Соны біздер мемлекет тарапынан соны қолданса деген ұсынысты. Себебі тренинг өтті. Тренинг өткеннен кейін 1 апта өтті, 1 ай өтті. Білім ғой сен, білімге енді мен білуімше енді тренерлер қазір енді ақшасын алды, төледіңіздер. Допустим, вообще айтамын да, просто мен білуімше айтқам ғой, көбінесе енді қызмет ретінде қабылдайды тренерлер. Сабағын береді, ақшасын алады, болды. Содан кейін сіздер өздеріңіз үшін ол беріп кетті. Оның тренингін бағалау үшін келесіде, оның тренинг өтіндірген анализ жүргізу керек қой. Условно говоря, 1 апта өтті, 1 айдан кейін, 3 айдан кейін. Если 3 ай өтті, ол алған білімін жоба жазу, или там ресурстар тартуға дым жасамаса, если өткен 10 мекеменің 10 қатысушының 10 адым жасамаса. Енді жобада кез келген аға Мерияға білесіз ғой, жобада количественный, качественный индикатор деген бар. Количественный индикатор, мысалы, осы аудиторияда 100 адамға арналған оқыту жұмысы болатын болса, ол кез келген жобада ол 100 адамның барлығы маман болып кетпейді деген қалыпты дүние. Ол қалыпты дүние ғой. Ол жерде біздер банағы айтып тұрмын ғой, жобаның нәтижесіне қарай сіз осы проектімен, осы оқыту бойынша өткіздіңіз бе, ары қарай олармен байланыс жасаймыз. Жалындап тұрғандар келе шығады ғой. Мысалы, осы алдындағы тренердің номерін берші, контактымен байланыстыршы деген секілді сондай дүниелер шығады. Енді оларды біз назарға аласың ғой, назарға аласың, уже лидерство деген дүние бар деген секілді. Оларды назарға алғандан кейін ары қарай бағыттап жұмыс жасаймыз. Одан кейінгі тренердің біздер ұсыным хатына сәйкес, мысалы, полный анализ жасап кетеді тренер. Бізге ұсыным хат беріп кетеді. Мысалы, алдағы уақытта мен команданы көріп тұрмын, команда осылай жұмыс жасаса, сіздер жұмыстарыңызды былай бағыттасаңыздар деген секілді кез келген тренер өзінің анализін жасап кетеді. Фасилитациялық форматта, яғни сіздерге осылай бағыттаймын, осылай жұмысты алдағы уақытта келесі жылы, мысалы, сіз фандрайзинг мәселесін көтермеңіз, олар барлығын біліп отыр деген секілді. Босқа шығын шығармаңыз, сіз лучше басқа бағытта көтеріңіз деген секілді сондай ұсыным хаттарын алып қаламыз біздер тренерлердің, спикерлердің. Жоқ, ол сол жерде ғой, бітті, болды. Өздеріңіз зерделейсіздер ме артынан? Так, біз шақырдық, или мына теманы қозғадық. Өзгеріс жоқ. Бірдеме тәсілді өзгертейік, тренерді өзгертейік, инструментті өзгертейік, басқаша өзгертейік, атмосфераны өзгертейік, природаға шығайық, сабақ берейік, может быть, залдақтай тымырсынып, ауа жетпей, несте қиналып отқан шығар. Сондай мәселені тренингта зерделейсіздер ме өздеріңіз? Мына тренинг нәтижесінде 3 айда осындай не жетті. Осы тренинг нәтижесінде. Оқыту жұмыстары. Оқыту жұмыстары, потому что оқыту сіздің бір бөліктеріңіз ғой. Ең басты бөліктеріңіз ғой. Сіздің анализіңізді алып жатырмын, Мерия ағаның анализін алып жатырмын. Маған жақсы болып жатыр қазір мына жерде. Ол сотрудник ретінде ғой біз, менің сұрағым енді мекеменің жүйесіне ғой. Иә, жүйесіне. Мына жер, хат сен өзіңнің ниетің. Айтшы осы жүйе, Мерей, өзіңнің ойыңды айтшы, ол орталық, мысалы, сенің ойыңша қандай болу керек? Енді менің ойымша бірінші орталық жаңағы ең бастапқыда өзін тек бір неде қалыптастырмау керек. Айтты ғой, біз жарғыға сай деген теманы алып тастау керек, однозначно. Сосын ең басты біз енді өзімізде қазір жұмыс істеп жатқан қоғамдық қорымыз индивидуальный подход деген бар да, индивидуальный план реализации деген бар, реабилитация. Каждый жерге общий нюанс қарамау керексің. Ол неше түрлі жаңағы МПО-ға келу тәсілі, жаңағы ұйымға келу, қоғамдық жаңағы мәселелерді көтеру тәсілдері бөлек болуы мүмкін, подходы, опыты, тәжірибесі бәрі бөлек болуы мүмкін. Сол үшін каждый адам индивидуальный подход болу керек та. Ол бастап құрды, жаңағы не үшін құрды деген сұрақ қойды. Допустим, кейбірлер айтады, Фархатпен де неге дейін бастап сөйлестік, ауданда МПО жоқ дейді. Бірақ аудандарда мен білуімше 40 адам бар, неше түрлі сұрақ көтеріп жүрген. Солармен, олар қазір қорда айтсаң, ойлар қандай? Ақша жеп жатыр, мемлекет ақша бүйтіп жатыр. Сен оларға мүмкіндік, қаншама адам спорт көтеріп жүр.
қаншама адам детский спорт көтеріп жүр аудандарда. Дамымаған. Сен олармен, конечно, олар общий жиналып келесің. 100 адам отырады, 150 адам отырады, оның 70-і кемпір шалды өзіңіз айттыңыз да, үлкен кісілер. Кемпір шал десем қазір естіп жерінде. Тағы не ерше бар ғой. Осы жерге кесе салыңыздар. Изм бар ғой тағы. Айтылады ғой ауызекі тілде, иә. То есть үлкен кісілер болғасын, жастар келеді, ана сөйлеп жатқасын үндемей кетіп қалды. Көп жиналып байқап. Бірақ біз енді былай, біз қор ретінде әдемі шығамыз ғой. Бізде бір мақсатымыз жоқ қой, бәрін жинап алып деп. Қаншама адам бар көтеріп жүрген. Онымен жаңағы 18-ші жылдардың ең жақсы тәсілі, жаңағы біздің Гүлназ Қосмузейімізде қалай қанша бір адамды алсақ, қалай келді? Фонд туралы хабарлама болған жоқ. Сөйлесіп, басында жоқ. Адам қорқады, не керек бар, ой, проблема бар, жыры көп, анау көп екен, отчеты көп екен. Жеке сөйлесіп. Біреу журналистиканың құқықтары әрдайым бұзылады, ешкім шеттелмейді, әрдайым журналист бір қыспақ қалынса да, мемлекеттік құзырлы органдармен қыспақ қалынса, бастайын соған темаға көтеріп жүрген адамдар болады. Солармен неге жұмыс істемеске? Ауданда спорт, қаншама тренер бар, шашып жүрген, жарысқа бара алмаймыз, ананы көтеріп жүреді, спорт жал жоқ, мынау жоқ. Неге индивидуальный подход жоқ бізде? Бізде статистика деген зат айттық қой жаңа. Енді КСР заманында қалып қойған бір палочный система деген ол не только у полиции, бәрінде алып қойған статистика. Ешкім Фархатты басынан сипамайды, если сен бір МПО-мен күшетіп бір жыл бойы жұмыс істеп, оны МПО ашып, ол проект ешкім бар. Фархат, менің ойымша енді, сен күліп прикол ұстап отырсың ба, әзілдеп отырсың ба? Мына жерде қайда? Бір МПО дегенің қайда? Бір адам МПО ашты. Ол качественный болсын, сапалы болсын, бірақ сан керек. Жиналыста 100 адам қатысу керек. Сол үшін индивидуальный подход алынсаған ғой меніңше. Индивидуальный подход қайтару керек. Жаңағы сол МПО ашылды ма, құрылды ма, индивидуальный подход керек. Әр адамның тәсілі, ол под него тренер емес, менторингті енгізу керек. Ол үшін жаңағы площадка болу керек. Ол площадка деген не? Бұрын бастапқыда біз азаматтық қатты осылатын едік. Ол жаңағы деңгей жетпегеннен емес, өзі бір мекеме құрылып жатыр. Салынады бір мекеме. Культурный бір мәдени объект болсын. Сонда азаматтық орталықта жиналады. Сұрайды, мына мәдениет орталықта сіздердің ойларыңызша не болу керек? Не болу керек? Абай орталығы салынып жатыр, Абай орталығында не болу керек сіздердің ойларыңызша? Енді ол ой қабылданды ма, қабылданған жоқ па сұрақ, екінші сұрақ. Бірақ ана жерде адам жаңағы бір ауыз тұрған жоқ. Так, онда тек мәдениет саласына қатысы бар МПО қатыссын деген тема жоқ. Иә. Әр салада. Өздерінің ұсыныстары. Иә. То есть ол площадка болып қалыптасты. Мен сол жаңа Фархат айтты ғой, біз площадка емес дегенде мен таңғалдым да, потому что ол площадка болып қалыптасты басында. Орталық деген енді сол ғой, центр. Сол бастап ол қай уақытта жарғысын өзгертіп жіберді, қай уақытта вообще мақсатын, мүддесін өзгертіп жіберді, сұрақ үлкен. Бірақ енді мына жерде сол болса, үшінші жаңа қазіргі таңда жұмыс жасап жатқан МПО-ларды тарттыру керек. Екеуіңізге де ең соңғы сұрақ, біздің Атырау облысына қандай үкіметтік емес ұйым жетіспейді, бізде жоқ деп айтуға болады? Меніңше, ашымен бастасақ, азаматтық орталықтың орнын басатын үкіметтік емес ұйым жетіспейді. Орнын басатын. Площадка болады ма? Ең басында Фархатымыз бастап, бірден бір плюсымыз тұрақтылық деп, себебі жыл сайын новый МПО келеді, новый мекеме келеді, новый мекеме басқаша қарау. Ауыл жақсы қараса, ауыл басқа көзқараспен қараса. Мақсатын мен өзгертемін деген себебі жаңағыдай тұрақтылық ол білімнен басталады, білім өзектіліктен басталады. Өзектілік, постоянно өзекті ол. Бір тақырыпты оқыттым, кездесім дегенмен өзгереді деген өте. Енді сұрағыңызға жауап беретін болсам, енді бізде 16 бағытта менің қазіргі көп мәселеде ең соңғы кездесіп жүрген мына жазасын өтеп шыққан азаматтармен жұмыс жасайтын үкіметтік емес ұйымдардың көп болса екен деп тілеймін. Себебі қазіргі таңда орталыққа маған күнделікті тұрақты түрде 2 адам келіп жүр, жазасын өтеп шыққан. Қандай проектілерге кірсем болады, қалай үкіметтік емес ұйымдармен кім жұмыс жасайтын, маған бір дәл біз секілді азаматтарға көмек беретін үкіметтік емес ұйымдар болса екен деген. Біз негізіне өзімнің ойымда көбінесе үкіметтік емес ұйымдарға ұсыныс ретінде айтқанмын, даже осындай жазасын өтеп шыққан азаматтарды қорыңызға немесе бірлестігіңізге волонтер ретінде болсын, көрсінші, білсінші деген секілді ұсыныстарды айттым. Енді көп жағдайда, енді білесіздер ғой, үкіметтік емес ұйымдар кішкене алшақтап өзін жабық ұстап қалады ондай кезеңдерде. Сондай үкіметтік емес ұйымдар көп болса екен деген ойым. Яғни ол кісілерді қоғамға кіріктіріп жіберіп, олардың да бір әлеуметтік мәселелерін жолға қоятындай
үкіметтік емес ұйымдар көп болса екен деп. Мерей ағаға көп рахмет. Кейстар жақсы ұсыныстар, жақсы нәрселерді айтты. Сізге де көп рахмет. Орталықты басқа форматта ойлаймын. Мен қазір 3 күн демалыста барлық қызметкерлерге былай не істейді, чатта былай не істейді. Жоқ, мен бұған дейін сіздерге бірінші барған кезде айттым, неге сіздер студия ашпайсыздар деп, өздеріңізден деп, иә. Сол сияқты осындай бір пікір таластың барысында әртүрлі идеялар келеді деген сияқты, иә. Алда уақытта да басқа идеямыз болса бөлісіп тұрармыз. Жігіттер, көп рахмет. Енді әрбір қызметтеріңде сәттілік тілеймін, халықтың тек алғысын алайық бәрімізден. Құрметті көрермен, подкастымыз аяқталды. Үкіметтік емес ұйымдар, қоғамдық қорлар, бірлестіктердің жұмысы, ерекшеліктері, кемшіліктері туралы біраз әңгіме болды. Подкасттың көбірек көрініп, көбірек қаралым жинауына қолдау көрсетіп, лүпіл басып, пікір қалдырып кетсеңіздер. Көріскенше.